Балықшы мен оның әйелі. Баяғыда бір кедей балықшы болыпты. Ол күнде теңізге барып балық аулайды екен. Бірде оның қармағына қамбала балығы ілініпті. Балықты ұстай бергенде ол адамша сөйлеп: «Балықшы, мен сиқырланған ханзадамын, мені босат», дейді. Балықты аяп кеткен балықшы оны босатып жібереді де үйіне құр қол қайтады. «Бүгін ештеңе ұстай алмадың ба?» деп сұрайды әйелі күйеуінен. «Қармағыма адамша сөйлейтін бір ғажайып балық ілікті. Сиқырланған ханзадамын деген соң жібере салдым», дейді күйеуі. «Сен оны ештеңе сұрамай жатып жібере салдың ба? Одан не сұрау керек еді?» «Ух!» деп күрсінеді әйелі. «Жұпыны лашықта тұратыныңды білесің, бір үй сұрасаң нең кетеді? Теңізге қайта бар да балықтан үй сұра», дейді әйелі зілденіп. Әйелімен сөз таластырғысы келмеген балықшы еріксіз теңіз жағасына келеді. Су беті таңертеңгідей тұп-тұнық емес, қарауытып кеткен екен. Балықшы былай дейді: «Балық, балық, дәу балық, қармағымды қау балық, саған ғана арналған әйелімнен бар жарлық». Сол сәтте қамбала жүзіп келіп: «Саған не қажет, ол неткен жарлық?» деп сұрайды. «Бүгін мен сені босатып жібердім емес па? Әйелім соның өтеуіне бізге бір үй берсін деп жатыр», дейді балықшы. «Үйіңе қайта бер, өтінішің орындалады», деп қамбала суға сүңгіп жоқ болады. Қайта оралған балықшы лашықтың орнында тұрған әдемі үйді көреді. Үйдің алдында әйелі отыр. Екеуі үйге кіреді. Ауыз үйдің өзі кең екен. Ұйықтайтын бөлмелерге кереуеттер қойылған. Керемет ас үй. Оның бір жағы қойма. Қойма сөрелері керекті заттарға толып тұр. Үй артында тауық пен үйрекке арналған қора орналасыпты. Бақшада неше түрлі жеміс-жидектер өсіп тұр екен. «Қандай керемет, енді бақытты ғұмыр кешерміз», дейді балықшы. «Оны әлі көре жатармыз», деп керіледі әйелі. «Мына үй бізге өте тарлық етеді. Аула мен бақшада да кішкентай бар да қамбалаға бізге үлкен тас қамалы бар қорған үй сыйла деп айт», дейді. Бірде әйелі балықшыға: «Бізге осы үйде жететін еді ғой», дейді балықшы күлмілжіп. «Бар деген соң бар», деп жекиді әйелі. Балықшы теңізге келеді. Теңіз беті қара қоюланып жатыр екен. Шал балықты дауыстап шақырады. Сол сәтте ақ қамбала жүзіп келіп, оған тағы не қажет деп сұрайды. Ол биік тас қамалда тұрғысы келеді. «Бара бер, әйелің тас қамал алдында тұр». Осыны айтады да балық суға кетеді. Балықшы оралса, бұрынғы үйдің орнында биік үлкен тас қамал тұр екен. Әйелі оны шыға берісте қарсы алады. Келесі күні әйелі ұйықтап жатқан шалын асыға оятып: «Балыққа бар да
біз патша болып ел билегіміз келеді деп айт дейді. Әй бәйбішем-ай, сен қалай патшайым боласың? дейді балықшы күйініп. Әйелі айғайлап күйеуін үйден қуып шығады. Әйелінің тойымсыздығына налыған балықшы теңізге келіп, Қамбалаға әйелінің патшайым болғысы келетінін айтады. Үйіңе бара бер, бәрі сен айтқандай болады, дейді ақ Қамбала. Үйіне келген шал керемет зәулім сарайды көреді. Есік алдында күзетшілер барабан ұстаған сарбаздар тұр екен. Сарай еденінде мәрмәр төселіп, айнала алтынмен апталыпты. Барқыттан жасалған жапқыштар көздің жауын алады. Жағалай алтын толы сандықтар қойылған. Алтыннан үлкен залдың есігі ашылады. Алмазбен әшекейленген биік тақ үстінде алтын тәж киген әйелін көреді. Қолында асыл тастар жапсырылған аса таяқ. Екі қапталында қатар-қатар сап түзеген сұлу қызметші қыздар. Патшайым болған қалай екен, енді арманың жоқ шығар, дейді балықшы шын көңілмен қуанып. Әйелі патшайым болудан жалыққанын, енді кайзер болғысы келетінін айтып, күйеуін тағы балыққа жұмсайды. Балықшының тағы да балыққа баруына тура келеді. Кайзер болам деуі тіпті ұятсыздық қой, деп ойлайды ол теңізге бара жатып. Ақ Қамбала не болғанын сұрап еді. Балықшы кемпірінің енді кайзер болғысы келетінін айтады. Бара беріңіз, әйеліңіздің айтқаны болады, дейді Қамбала. Үйіне келген балықшы қараса, алдынан адам айтса сенгісіз орасан үлкен қамалды көреді. Қақпаға кіреберісте барабан соғып, сап түзеген сарбаздар, қақпа ішінде барондар мен графтар, герцогтар қызметшілермен бірге сапырылысып жүр. Олар шалдың алдынан шығып есік ашады. Ішке кірген балықшы алтын тақта отырған бәйбішесіне жақын келіп, кайзер болған қалай екен деп сұрайды. Сол-ақ екен, әйелінің көңілі нілдей бұзылып, менің енді кайзер болғым келмейді, бар да балыққа айт, мен енді папа боламын демесі бар ма? Жоқ, балыққа бұны айта алмаймын, дейді балықшы ренжіп. Ол мені кайзер етті, сондықтан папа етуде қолынан келеді, дейді әйелі сенімді түрде. Амалы таусылған балықшы теңізге кетеді. Ол теңізге келгенде қатты дауыл тұрып, аспан күңгірттеніп кетеді. Дауыл ағаш жапырақтарын жұлып, толқын жағаны ұрады. Теңіздегі кеменің дауылдан шайқалғанын көреді. Қатты қорыққан ол балықты шақырып әйелінің бұйрығын айтады. Бара бер, оның қалауының бәрі орындалады, дейді Қамбала. Қайтып оралған балықшы папа отыратын алып қамалды көреді. Бұл бұрынғы көргендерінен де ерекше еді. Ығы-жығы халық арасынан әрең өтеді.
папа үйінің ішіне жағалай көз тұндырар жарық жағылыпты. Бәйбішесі бұрынғыдай биік тақ үстінде отыр. Басында биік тәж, жан-жағы толған діни адамдар. Екі қапталда қатар-қатар май шамдар жанып тұр. Кайзер мен патшалар әйелінің алдында тізерлеп, қолынан сүйіп, тәжім етіп жатыр. Бәйбіше, папа болған жақсы ма екен? Енді қанағаттанған шығарсың, дейді балықшы. Ал әйелі қимылсыз қатқан күйі, ол жағын әлі ойланамын, дейді. Балықшының әйелі әлі де қанағаттанбап еді. Тойымсыздығы оған ұйқы бермеді. Тағы да кім болсам деп мазасы кетті. Күні бойы теңізге жүгірген шалы қатты шаршап ұйықтап қалды. Ал әйелі аунақшып жатты. Таң ата күннің шығыстан көтеріліп келе жатқанын көрген ол атып тұрып, күн мен айдың шығуы мен батуын басқара алмаймын ба деп ойлайды. Сол сәт ол шалын асыға оята бастайды. Тұр, балыққа бар да менің құдай болғым келетінін айт. Балықшы ұйқысынан ояна алмай жатыр еді. Әйелінің сөзін естіп шошып кетті. Тіпті кереуеттен құлап түсті. Жаңылыс естідім деп түсінген ол көзін уқалап, сен не дедің? Деп қайта сұрайды. Мен күн мен айға шығар уақытын айтып әмір бергім келеді. Олардың қалай батып, қалай ататынын білмеймін. Сондықтан екеуін өзіме бағындырмай тынышталмаймын. Қазір балыққа бар да менің құдай болғым келетінін айт, дейді. Сонда балықшы, ах, бәйбішем-ай, деп оның алдына тізерлей отыра кетті. Ол қамбала сені құдай ете алмайды. Осы папа күйіңде қал деп жалынды. Сонда әйелі бар даусымен айғайлап, маған бұлай айтуға сенің қалай дәтің барады? Тез кет, дейді. Балықшы атып тұрып, ақылынан адасқандай теңізге жүгіреді. Теңіз бетінде толқын құтырына соғып жатыр екен. Балықшыны да ұшырып әкететіндей екпіні қатты. Жағалаудағы ағаштар мен үйлер сыртылдап, сынып, құлап жатты. Тау тастары опырылып теңізге құлады. Аспанды қараңғы басып, найзағай ойнады. Теңіз толқыны таудай биіктікке көтерілді. Шал бар даусымен айғайлап, балықты шақырады. Сол сәтте қамбала жүзіп келеді. Ол балықшыдан, ол тағы не қалайды деп сұрайды. Ол енді құдайдың өзі болғысы келеді, дейді балықшы. Сонда қамбала, енді оның баяғы жаман лашығында отырғанын көресің, дейді де шалт бұрылып теңізге сүңгіп кетеді. Содан бері балықшы мен тойымсыз әйелі су жағасында отыратын болыпты. Көк теңізге үңіле қарайды. Ерсі қылықтары есіне түсіп, қатты өкінеді. Қанағат қарын тойдырар, қанағатсыздық жалғыз атын сойдырар деген осы екен.